Армысыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгімені соңына дейін тыңдауларыңызды өтінемін. Бастау бұлағын Сарқыраның ұзақ шоқыларынан алып, қазіргі Астананы қақ жарып өтетін есіл асып тасымай, салмақты сабырмен ағатын, жағасына жалпайып жазылып кетпейді, арнасы ортайып төмен түспейді де, ұдайы су толған шелектей көмпілдеп тұратын өзен. Ағысы астында беті қайнаған қазандай бүлкілдеп ақ толқын ойнап жатады. Сол есілдің жарқайыңға қарай бұрыла сағасында Мәңгібайдан келе жатқан Бұрынқол атты қазақ ауылы бар еді. Ертеректе өзімнің жас кезімде осы ауылдың бір келін түсіру тойында болғаным бар. Той не орыс дәстүрінде, не қазақ дәстүрінде емес, әйтеуір араласып, бытысқан жағдайда өтіп жатқанды. Кенет бір адам келді де, соның бәрі аяқ астынан өзгеріп сала берді. Әуелі ол маған қалың бұлтты жарып шығып көзіңді қарықтыра жалт ете қалған күн сәулесінде елестеді. Үйдің ішінде керемет бір жылылық орнады. Енді кетсем бе екен деп отырғам, еріксіз бөгеліп қалдым. Үй иесі оны құдашамыз, Ақмоладан келді. Пойыздан түскені жаңа, қазір де деп таныстырды. Есімі Құралай, өзі Құралай десе дегендей екен. Салған жерден той тізгенін қолға алып, отырысқа жаңа леп пен жарастық берді. Қазақтың осы күні ұмыт қалып бара жатқан кейбір салт дәстүрі мен ойынына жиналғандарды еліктіріп тойдың шырайын шығарды. Оның адамдармен сөйлесуінде, ыңғайласуында бір дегдарлық бар. Мойылдай қап-қара бота көзімен өзіңе елжірей қарағанда айтқанын істетпей қоймайды. Өлеңді де келістіріп айтып, домбыраны да шебер тартады екен. Кең пішілген көк көйлектің етегін жайып жіберіп отырғанда, ханзада сияқты көзі ұшқын шашып тұрады. Екі ауыз өлең айтпайтын қазақ болмайды. Сіздер де тойға өнерлеріңізбен үлес қосыңыздар деп орыс қазаққа өлең айтқызды, домбыра тартқызды. Қайсы біреулерін билетті. Әсіресе 100 граммнан кейін қызара бөрткен орыс келіншектері де дүр көтеріліп думандатып жіберді. Мен қазақтың ескі дүние-ай құдаша деген әндерін орындап бердім. Құдашаның сөзіне салмақ салыңқырап, Құралайдың өзіне қарата айттым білем. Ол көзі шоқтай жанып, күлімсіреп отырып тыңдады. Іште толғанысы да түскен сәтте екі беті бал-бұл жайнап, жүзі пейіштің төрінде құлпырып кетеді екен. Нағыз әншілер осында отыр екен ғой. Сіздің мына даусыңыз мынаулардан көш ілгері, деп мені біраз жерге апарып тастады. Жұрт қолқалап сұрап қоймағаннан кейін екеуміз қосылып Бегімайдың әнін айттық. Сол сәтте, сол күні, сол көңіл күйдің жағдайында бұл енді нағыз ғажайыптың өзі болды. Отырғандар үсті-үстіне қол соғып дуылдасып бізге фунт шарф ішкізді. Рюмканы көтеріп жатып Құралайдың көзіне қарап едім. Ол да мені іздегендей қадала қарап, іштей бір адам ауызбен айтып болмайтын ризашылық сезім білдірді. Келіншек ауға оралды деп ойладым мен. Келіншектеп күйеуі бар деген соң айтып жатқаным ғой. Әйтпесе Құралайдың дене бітіміне қарап, есік көрген адам деп айтуға болмайды. Есілдің жағасында өсетін сәмбі талдай сұлу мүсін, ашын төс, аршыған жұмыртқадай ақ тамақ, алаулаған дөңгелек жүзіне лайық қыр мұрын, оймақ ауыз, әбден піскен бүлдіргендей қызыл ерні оны кез келген қыздан ерекшелендіріп тұрар еді. Той кеш таралды. Кісі аяғы середау деген бір шақта Құралай екеуміз алдын ала келіспесек те далаға бірге шықтық. Жаздың шаңқай шағы ғой. Түннің өзі күндізгі ыстықтың лебін қайтара алмай бусанып тұр. Тек қана есілдің соққан самал жел жаныңа дауа бергендей. Біз бірден өзенге беттеп, әлі айықпаған түн қараңғылаған сүңгіп кеттік. Өзен жағалауындағы қаз, от пен шөп, жұп-жұмсақ құс, мамықтай бұлқ-бұлқ етеді. Құралай да мен де аяқ киімімізді шешіп тастап, жалаң аяқтанып алдық. Балалығымыз ұстап кеткен сияқты. Ал келіп жүгірейік. Шамасы суға түскіміз келген болар. Жүгіріп келе жатқан киімдерімізді шешіп жатырмыз.
Менің жейдем бір жақта, шалбарым бір жақта қалды. Құралай көйлегін басынан астыра шеше бастады да кілт тоқтады. Мен шап беріп оны құшақтай алдым. Ол менің көкірегімді қақ жарып ішіме кіріп кетердей құшағыма тығыла түсті. Кіндіктен жоғары көтерілген көйлегі төмен түспей екеуміздің арамызда перде болып тұрып қалды. Дені сау, бола күш бойын кернеген жас әйелдің жұп-жұмыр бура санын ескен ыстық леп менің тәнімді қарып, ашын төсі кеудеме тірелді. Екеумізді де әл бермейтін асау сезім билеп алғандай, құшағымыз айқаса кетіп ұзақ сүйістік. Бір сәтте Құралай, мені кешір, бұдан артыққа бара алмаймын. Өзің сияқты нарталап күйеуім бар, көзіне шөп салып көргенім жоқ деді. Ал сүйісу ше, дедім мен. Сен шын көңіліңмен сүйістің ғой. Сүйісу мезеттік сезімнің қалауы, ал төсектес болу тән қалауы. Ол ауыр күнә. Соншалық айырмашылық көріп тұрғаным жоқ. Сүйісу арқылы да біз күнәға баттық қой, дедім. Жоқ, сүйісу қазіргі виртуалдық байланыс сияқты, деді ол. Қайдағы, ернімізге ерніміз тиді, біз түйістік, дедім мен. Ол екі саусағын менің ерніме басып, әппақ маржандай тістерін көрсетіп сақылдап күлді. Сұмдық бір тылсым күш біздің құшағымызды айқастырып жіберді. Әйелдің оттай ыстық ернін өбіп, тілін сорғанымда коньяктың ба, шәрбаттың ба әдемі дәмін сезіндім. Білесің бе, дедім, ол маған саған бір ертегі айтып берейін. Шамасы араб әдебиетінен оқыдым-ау, деймін. Қазір есімде жоқ. Баяғыда ерте бір әміршінің сұлу қызы болыпты. Әмірші қызына елде жоқ көйлек тіктіріп беріпті. Ол көйлектің жағасына етегіне дейін түйме болыпты. Сиқырлы сонда түймені жоғары жақтан бастап ағытып, ең соңғысына жете бергенде қалғандары қайтадан түймеленіп қалатын болған. Мен сол көйлек сияқтымын. Ең соңғы шешуші сәтке келгенде түймелерім қайтадан салынып қалды. Не деген аңқаулық соншама, түймені ағытып не азап, мынау сенің көйлегің сияқты басынан асыра салмай ма, дедім. Білгешбегім, ол көйлектің қасиеті сонда. Оның түймесін ағытпай шеше алмайсың, деді ол. Құдайға мыңда бір тәуба, қазір сенің үстінде сондай көйлек жоқ. Жалпы сен жалаңашсың, дедім мен. Құралай сонда барып өзінің мықынынан төменнен жағы тыр жалаңаш екені есіне түсіп, мені ақырын итеріп тастап теріс айналды. Есілдің мұң бұралған бура-бура толқындары жағаны қайта-қайта зілсіз соққылап, жыбыр-жыбыр, қыбыр-қыбыр етеді. Құралай екеуміз аяғымызды суға малып, шалқамыздан жатырмыз. Аспанда жұлдыздар жарығы әлсіреп, таң атып келеді. Мен Құралайға есілдің ар жағында көрдім сені. Сырғаңды қайық қылып өткіз мені, деп өлеңдеттім. Жоқ, деді ол. Сен өтпейсің, арғы бетте қаласың. Мен ақыры ол айтқан жақта қалдым. Алайда арада 10 жылдан астам уақыт өткенде біз екінші рет кездестік. Бұл кезде үкімет Ақмолаға көшіп келіп, қаланың атауы Астана болып өзгертілген шақ еді. Корпорация басшылығының бұйрығымен Ордабай облыстық теледидарында бас редактор болып орналастым. Бағдарламаны цифрландыруға байланысты республикалық семинар өтетін болып, бас инженер екеуміз Астанаға келдік. Семинар бұрынғы парламент мәжілісінің үйінде кіші залда өтті. Үзіліс кезінде түскі асты жақын жердегі өзіміз орналасқан қонақ үйден ресторанда ішіп отырғанбыз. Ішкі түйсігім ту сыртымнан қадалған бір тосын көзқарастың аңғарғандай болды да, жалт қарағанымда алыстау түкпірде отырған бір әйелдің өзіме тесіліп көз салып отырғанын аңғардым. Бірақ түрін жыға тани алмадым. Ал көзі біреуді еске түсіргендей болды. Бір түрлі таныс жылы көзқарас. Апырау, кім болды екен деп ойлағанымша болған жоқ. Ол орнынан атып тұрып маған қарай жүрді. Жақындаған сайын сана түпкірінде сығылатын бір ескі көріністің беті ашылып, мен оны тани түстім. Құралай, баяғы Құралай ғой мынау. Ой Аллай, бұл қайдан жүр? Мен де орнымнан атып тұрып, екеуміз құшақтасып, амандасып, мәз-мейрам болып жатырмыз. Осында мынау әкімдіктің ішкі саясат бөлімінде істеймін, деді. Оның әкімдік деп отырғаны қонақ үйдің тап қарсысындағы 7 қабатты зәулім
үй. Бір кезде оның 7-ші қабатында біздің редакция болған. Бұл маңай, мынау қонақ үй маған өте таныс. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары менің біраз ғұмырым осы жерде өткен. Көп сөйлесуге Құралайдың уақыты тығыз болды. Тәртіп кеңсе жұмысы дегендей, біз кешкілік кездеспек болып келістік. Осы қонақ үйдің 3-ші қабатындамын. 32-ші бөлме дедім мен. Келем деді Құралай. Қонақ күтетін болған соң, бұрынғы бойға сіңген әдетпен бөлме ішін жинастырып, бірер шөлмек ішімдік, тіске басар жеміс-жидек, сапалы тамақ алып қойдым. Менің бөлмемнен әкімдіктің алдындағы беті алағандағыдай анық көрінеді. 7-ші қабаттың оң жақтан санағанда 6-шы, 7-ші, 5-ші терезелерінде біздің кабинеттер болып еді. Бастығымыз бұл кабинеттерді үпір-шүпір болып шахмат ойнап, дүниені астан-кестен түсіріп, сапырып жүруші едік. Ол да бір өткен ғұмыр. Қоламтаға айналған жоқ. Үрлесең, бәрі есіңе түсіп, санаң жаңғырып қоя береді. Сонда ғой Жұматай марқұмның оның тіл тоятындай тиген жерін ойып түсетін. Құралай уәдесінде тұрды. Сағат кешкі 9-дарға таман келіп есік қақты. Ту заман өзгерсе де кеңселердегі жұмыс істеу тәртібі баяғыша қалыпты ғой. Тым кеш шығады екенсіңдер дедім мен. Айтпаңыз деді Құралай. Қағазбастылық қосылмасы азайған жоқ. Жарты ғұмырымыз осы кеңседе өтеді. Ол күлді, бірақ көзінде мұң бар. Жүзі де бұрынғыдай емес. Солғын тартып, әр жерде болмашы әжім ізі сезіледі. Отырыс жақсы болды. Шарап іштік, тамақ іштік. Қазіргі саясатқа, Астанаға байланысты талай әңгіме айтылды. Ақырында сөз реті енді Құралайдың жеке басына тірелді. Жасыратыны жоқ. Күйеуімнен мен сүйіп қосылдым. 5 жыл бірге тұрдық. Соның алғашқы 2 жылында өзімді бақытты сезіндім. Қалғанның бәрі азап деді Құралай. Басты себеп баламыздың болмауы. Бармаған жеріміз, қаралмаған дәрігеріміз жоқ. Кінә өзінен екенін білгеннен кейін күйеуім ұнжырғасы түсіп, мүлде өзгеріп кетті. Өзім де көшеде кішкентай бала көрсем, есімнен танып, мүжіліп, шаршап қалатын болыппын. Жазығымыз не, жаратқан ием-ау, көшеге баласын тастап кетіп жатқандарға қиған бір шарананы бізге қимайсың ба, деп егіліп талай жыладым. Бала асырап алайық дедім, күйеуім көнбеді. Алла тағала бізге бұйыртпаған екен, енді оны қолдан жасап жасқағаннан не болады деді. Сөйтті де маған бостандық беріп, өзі кетіп отырды. Күні бүгінге дейін қайда жүргенін білмеймін, түк хабарым жоқ. Мен әйелдің жан азабын бөліскім келіп, оны құшақтап бетімді тигіздім. Оның әлі тып-тығыз денесі, қомақты қос анары жанасқан сайын менің дегбірім қашырды. Екеуміз де тыныс алуымыз жиіліп, Абай Данышпан айтқандай, етің етке тигенде тән шымырлап бойырып, ішім оттай күйгенде дерлік кейіпке түстік. Құралай көйлегін басынан асырып шешіп, лақтырып жіберіп қарсы алдымда тұра қалды. Енді қалған өзің шеш дейтін сияқты. Мен тізерлей отырып, сан түрлі гүл жапырақтарының суреттері салынған тілдей трусигін сұқ саусағыммен тартып тізесінен төмен түсірдім. Сонан соң бюстгальтерлерінің түймесін басып ағыттым да орындықтың басына қойдым. Қос алмасы тіп-тік, оның оң жақ емшегінің ұшында қарақаттай мен бар екен. Мен соған қарап таңырқап қалсам керек. Құралай, сен енді осылай отырасың ба, шешінсеңші деді. Мені соншалықты ептілікпен шапшаң шешіндіре бастады. Тек қана ең соңғы іш киімімді шешерде сәл кідірді де, тура мен сияқты сұқ саусағымен оны төмен қарай сырғытып жіберді. Менің анадан туғандай кейпімді көргенде ол бүкіл буындары құрысып ұстамай қалғандай таяу тұрған керуетке сұлқ етіп құлай кетті. Бұл енді талайдан бері ешкіммен төсектес болмағандықтың әсері шығар. Әйел жаны тым нәзік қой деп ойладым мен. Дүние тылсым бір сәт тас болып қатып қалғандай. Бөлмеде біздің ынтыққан ыстық сүйісіміз бен ауыр-ауыр алған тынысымыз, керуеттің сықыры, 62 тамыры иіп үгітілген шымырқанған әйелдің сәл ыңырсыған дыбысы ғана естілді. Төсекте мен өзімді тау көтерген толағай батырдай сезіндім.
бұрын-соңды болмаған ерекше қарқын, алапат күш-қуат тұла бойымды кернеп тұр. Ләззат сәтті әдеттегіндей әлдеқайда ұзақ созылып, Құралай ең кемі 2 рет құмарлық алғандай әсер берді. Бұл түн буырқанған сезім түні, еркек пен әйелдің бір-біріне деген сәйкесімділігі. Әйел құшағында өзімді жайлы сезінгенім соншалық менің бұған дейінгі өмірім бір басқа, мынау бақыт құшағындағы сәт бір басқа сияқты көрінді. Арада 1,5 айдай уақыт өткенде Құралайдан мен бақыттымын, аяғым ауыр деген SMS алдым. Сонда маған әттеген-ай, біз баяғы бірінші кездескенде осындай тәуекелге барсақ қой, Құралайдың күйеуі баланы өзімдікі деп қабылдап бақытты өмір сүрер ме еді? Қазір өзі қайда екен? Дертіне ем тауып жазылды ма? Мүмкін үйленіп балалы шағалы болған шығар. Әлде жоқ, олай ойлауға дәтім бармайды. Бұл күнде медицинада мүмкіндік көп қой, бір шипасы табылатын шығар. Лайым солай болғай. Ондай жағдайда ол азамат мені кешірсін. Менің жазығым не? Періште емес, ет пен сүйектен жаратылған пендемін. Өмір атты үлкен сахнада бар болғаны өзіме тиесілі рөлді ойнап шықтым деген ой келді. Біраз ойласқаннан кейін WhatsApp-пен Құралай, қуанышыңа ортақпын, әкесі екенімді мойындаймын деп жауап жазып жібердім.